Ассалаумағалейкум, құрметті менің оқырмандарым. Сіздермен мен Айжан Айтқалиқызы. Бүгін сіздермен үй жағдайында ерекше ғып французша ет, мясо по-французски дайындайтын боламыз. Бізге қажетті заттар: ірімшік, сұйық май, пияз, фарш, помидор және картоп, сәбіз, майонез, дәмдеуіштерден қара бұрыш, қызыл бұрыш, паприка деп жатамыз. Сәбіз қажет болады, майонез қажет болады. Мен бәрін турамай сіздерге тез көрсетіп жіберейін, қалай турау керек екенін. Пиязды осылай ортасынан бөлесіздер да, жұқалап осылай турайсыздар. Жақсылап жұқалап тураңыздар, қалың болып кетпесін. Одан кейін картопымызды да міне өздеріңіз көргендей жұқап турайсыздар. Сонда сіздердің тамақтарыңыздың формасы да әдемі шығады, дәмі де ерекше болып шығады. Жұп-жұмсақ болып, нежный дейміз ғой, сондай болып шығады. Енді сәбізді көрсетейін. Міне осындай жұқалықта турайсыздар. Қызанақ менде қатырылған. Егер сіздерде свежий түрі болса, онда тіпті жақсы соны қосыңыздар. Мен осылай қатырып қоямын. Енді картопымызды жақсылап сумен жуып алыңыздар, толықтай крахмалы кетсін. Сорғытып, одан кейін бар паприкамызды қосамыз, тұзымызды қосамыз, қара бұрышымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Араластырасыздар жақсылап. Одан кейін сәбізімізге де тұзымызды саламыз, паприкамызды саламыз және қара бұрышымызды салып, бұны да жақсылап араластырамыз. Тұзы бәрі сіңіп тұрсын. Пиязға ештеңке салмайсыздар, тек қана пиязды қолмен басыңыздар, осылай жақсылап басып мыжып жіберіңіздер. Сонда кішкене жұмсарып, жақсы болып тұрады. Енді кез келген формаға салсаңыздар болады. Мен осылай 4 бұрышты форманы алдым. Ең алдымен астына май жағып алдым. Одан кейін барып картоптарымызды осылай бір келкі ғып астына тізіп шығатын боласыздар. Міне видеода көріп тұрғандай осылай істеңіздер. Көрдіңіздер ме, қандай жұқалықта туралғанын? Сонда тамақтарыңыз дәмді болып шығады. Сол үшін осылай тураңыздар. Енді мен майонезді осылай жаңағыдай салафан мешокқа салып алдым. Егер сіздерде ондай болмаса, үй жағдайындағы салафандарды пайдалансаңыз болады. Енді қалауыңызша, болмаса қасықпен жағып шықсаңыз да болады. Енді осыған жаңағы шегілген ет деп атамыз, фарш деп жатамыз, соны жақсылап осылай бір келкі ғып салып шығасыздар. Менде сиыр етінен, сіздерге де кез келген фарш бола береді. Енді үйіңізде қандай бар? Мен етті тұздаған жоқпын, сол себепті бетіне кішкене тұз себіңіздер. Және қызыл бұрыш септім, қара бұрыш септім. Енді осыған пиязымызды қойып шығамыз. Міне пиязды бір келкі ғып қойып шығасыздар. Осылай. Пияздан кейін қайтадан майонезді жағамыз. Мен мынандай мешокқа салып алғаннан майонез көп кетпейді. Сондықтан сіздер ойлақамаңыздар, майонезі көп, дәмі қандай болып шығады деп. Жасап көріңіздер, дәмі ерекше болып шығады ғой. Қызанақтан кейін қызанақтарды да кішкене тұздап жібересіздер. Енді сәбізімізді орналастыратын боламыз. Міне. Сәбізбен картопқа тұз сеппейсіздер ғой, қалғанына кішкенеден дәміне қарай себесіздер. Қайтадан майонезімізді жағамыз. Егер де бір жерлерінде қалың болып кетсе, көп майонез жағылып кетсе, өстіп жаңа қасықпен немесе жаңа кез келген затпен осылай қозғап жайып, кәдімгідей басып әдемілеп орналастырыңыздар. Енді қайтадан фарш салдым. Фаршты да кішкене тұздаймын, қара бұрыш саламын. Одан кейін барып пиязымызды қайтадан салатын боламыз. Осылай рет-ретімен орналастырсаңыз, кейін салған кезде де әдемі болып, сондай ерекше болып ұсынылады ғой. Енді мен осылай зелен салып жердім. Аскөк үйіңізде болса салып жеріңіз, керемет болып шығады. Оның да үстіне майонез жақтым да. Осылай. Енді соңғы несі картоппен жабам бетін. Осылай. Картоппен бір келкі ғып бетін толықтай жауып шығасыздар. Міне. Видеода көріп тұрғандай істеңіздер. Тура осылай істесеңіздер, дәмі ерекше болып шығады ғой енді. Көп ойлайды, осы тамақты жасалу жолы қиын шығар деп жеп отқан адамда, ал негізінде жасалу жолы өте оңай. Енді сұйық маймен бетін майлаймын осылай. Мен сіздерге құрамына бәрін жазып кетемін. Міндетті түрде бетін жауып пісіріңіздер, себебі сіздердің бетін жаппай пісірсеңіздер, құрғап кетуі мүмкін. Сондықтан міндетті түрде бетін жабыңыздар. Осындай фольгамен жаптым мен. Енді пісіп бітті, 1,5 сағаттай тұрды. Бетіне кішкене ірімшік саласыздар да, 5-10 минутқа тағы да қойып жүресіздер.
әрлеп сәндеп бетіне ас көк сеуіп жіберіңіздер. Енді былай міне бөліктерге бөліп аласыздар осылай ортасынан. Енді сіздің формаңызға байланысты ғой. Міне сонда менде 2, 4, 6, 8 адамға арналған кешкі ас дайын болды. Тез дайын болады, көрдіңіздер ма? Осылай жасап көріңіздер. Қараңыздар, сочный болып, прям суы ағып, ерекше болып тұр ғой. Дәміне сөз жоқ. Жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Айжан Айтқалиқызы. Менің арнамнан алыстамаңыздар. Тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.